Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте керемет дәмді салатты бірге жасайтын боламыз. Алдын ала күрке етін осылай 4 бүріштетіп турап алып жайғастыратын боламыз. Майонез шаштым. Картоплымызды да 4 бүріштетіп турап алып лопатканың көмегімен жайғастырып аламыз. Үстіне майонез шаштым. Яғни краб палышкамызды қолданатын боламыз. Осылайша барлығын жайғастырып алып, сырымызды салатын боламыз. Яғни лопатканың көмегімен осылайша тегістеп салып аламыз. Майонез қолдандым. Майонезді көп шашсаңыздар да болады. Салат өте дәмі әдемі болып шығады. Бұл салатқа помидор саламыз. Міндетті түрде помидорымызды барлық жеріне осылай қойып шығатын боламыз. Майонез қолданып, помидордың үстіне, яғни дәміне қарай тұз қоссаңыздар да болады. Жұмыртқамызды 4 бүріштетіп турап алған жұмыртқамызды осылайша үстінен басып міндетті түрде осылай жасау керек, себебі кальцияны алған кезімізде салатымыз шашылып кетпеу үшін майонез қолданып, яғни осындай керешкемізді бетіне қойып шықтым. Үстіне сухаригімізді шашып шығамыз. Ол міндетті емес, мен тек қана әдемі болу үшін қолдандым. Видеода көріп тұрғандарыңыздай жанына макты де қолдандым. Егер сіздерге мактың дәмі ұнамаса, қолданбасаңыздар да бола береді. Өте керемет дәмі әдемі болып шықты салаттың. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер де видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Менің каналымның дамуына өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Видеоның соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет. Келесі видеода көріскенше.